Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен алдағы уақытта тез әрі оңай пісетін, дәмді пісетін тамақтарды бөлісетін боламын. Бүгінгі кезекте біз балықтан сорпасын жеп жатырмыз. Көбінесе уха деп айтып жатады ғой, но мен қамырмен пісіргім келіп тұр. Менде қазір 2 картошка, сәбіз, 2 жуан. Так, үйде менде чесночная стружка болғандықтан осыны қосамын. Және де қыста перецтерді мариновать етіп қойғам. Бұны пісіріп, қайнатып істеген жоқ. Просто перецті турап, сосын тұзбен бастырып қойдым. Так, перецтерді қостым. Енді шамалы су қосамын. Мен қамырымды жайып болдым. Енді осыны бұйырса салатын боламыз. Өте жұп-жұқа қылып жайдым. Үлкен кісілерге тамақты дайындаған болғандықтан жұқа қылып жайып қойдым. Қыздар, менде картошка сәбізі барлығы асылып болды. Бұларды сүзіп аламын. Содан кейін сүзіп алғаннан кейін мынау жуып қойған балығымды ішіне салатын боламын. Қыздар, осылай жиектеріне көбігі шықса, барлығын алып шығасыздар. Өте тез піседі балық деген. Балық пісті. 10 минут қана қайнаттым. Осылай үлпілдек болып, керемет болып піскен. Қыздар, қамыр пісіп болды. Сүзіп алып сала берсеңіздер болады.